Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге сырты қытырлақ болып шығатын өте керемет корндоктың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көрместен бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Барлық заттардың рецептін төменге жазып қалдыратын боламын. Мен барлығын алдын ала өлшеп алдым. Бізге қажетті заттар ұн, сүт, жұмыртқа, тұз, шекер қажет болады. Алдын біз қамырын жасайтын боламыз. Үлкен ыдысымызға жұмыртқаны, тұз, шекер, сүт барлығын құйып, венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Сосын ұнымызбен разрыхлительді араластырып, електің көмегімен оны да салатын боламыз. Електен өткізіп салатын боламыз. Оның барлығын бірден қосып жібермейміз. Осылай бөліктерге бөліп, 2-3 бөлікке бөліп, араластырып қосатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Осындай ыңғайлы сосисканы батырғанға ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Сырды өзімізге ыңғайлы етіп, осындай орташа қалыңдықта кесіп аламыз. Сосисканы да дәл солай 2 бөлікке бөлеміз. Өте қолжетімді заттар барлығы табылады үйімізде. Енді осыларды осындай таяқшаларға қадап шығатын боламыз. Жасалу өте оңай. Міне, біздің сосискаларымыз дайын. Енді жаңағы қамырымызға батырып, кептірілген нанның ұнтағына аунатып аламыз. Майымызды орташа отта қыздырамыз. Қатты майы қызып кетпеуі керек. Айналдырып отырып пісіретін боламыз. Өте жеңіл, қамырымызды ашытып отырмаймыз. Дәл осылай барлығын бір келкі етіп домалатамыз. Сосын орташа қыздырылған майда пісіретін боламыз. Міне достар, біздің корндогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, отбасыларыңызға ұнайтыны анық. Егер видеом ұнап жатса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.